тау бөктері тұтасқан жабайы алма болатын. Соғыс жылдары біз, жас балалар, қалың бөргезге қол-аяғымызды қызыл ала жосағып жырғызып, ұзақты күнге алмадан алма таңдап, сол бөктерде тентіреп жүруші едік. Қышқылтым ақ алма тістегеніңде мұз шайнағандай қаршылдайтын. Сәлден кейін тісті қамап қалатынын да зар қақсаттырып бастырмай тастайтын. Сонда да жейтінбіз. Тапшылықта қабысқан қарынды алмамен болса да істелеп жұбату керек. Ішіміз көгеріп, ауырсына ыңқылдап жататын кезіміз де көп еді. Қоңыр самал соғатын, итмұрын, қарақат, бөргездердің неше алуан иісі аңқитын. Бірақ ақ алманың, жабайы алманың қымыз иісі бәрінен де ерекше еді. Қай жағыңа қарасаң да бұтақтары сынып кетердей боп иіліп, көзді арбаған ақ алма сықасып тұратын. Тістеріміз жарқырап, қашыр-қашыр шайнайтынбыз. Кешке қарай өрістен қайтқан малмен бірге алма толы бір-бір дорба қоржындарымызды арқалап, біз де ауылға бет алатынбыз. Ауылдың желке тұсына жеткенде жолымыздағы көлденең тұрған жалғыз тұп үлкен алма ағашын айналып өтеміз. Ірі ақ алмалары жерге түсіп төгіліп жатады. Бірақ біз оған жолай алмаймыз. Өйткені бұралқы қара қаншық соның түбіндегі үңгірді мекендеп алған. Жылда күшіктейді де бізді мүлде маңайлатпайды. Жақындап кетсек ақ үңгір түбінен тістері сақылдап, ырылдап, зәре құтымызды ұшырады. Қара қаншық жайында балалардың арасында рас өтірігі аралас толып жатқан аңыз әңгімелер де бар. Кейде бірімізден біріміз білгішсініп, асып түсу үшін сол әңгімелерді жарыс айтатынбыз. Қара қаншықтың анасы қыран бүркіт пен құмай тазыдан туған желқұйын тұйғын екен. Кезінде бұл төңіректе жортқан төрт аяқты аңнан аң қоймапты. Қолтығында қанаты болған көрінеді. Ал одан туған қара қаншықта соғысқа дейін атағы жер жарған таз екен. Иесі бәсен соғысқа аттанып, әйелі Жайдар көрші аудандағы төркіндеріне көшіп кеткен соң қара қаншық далада қаңғып қалып қойған. Жайдар өзімен бірге әкетпек боп қаншама әуреге түскенімен қара қаншық жат жерге баспай қойыпты. Тіпті бір жолы Жайдар әдейілеп іздеп кеп қаңғып жүрген қара қаншықты шақырып ап, алдына ыстық тамақ құйып, мойнына құшақтап отырып жылап, кәдімгідей адаммен сөйлескендей оған: "Мұның не, Көкінай-ау, менен неге қашасың? Не жаманшылығымды көрдің? Әлде көшкеніме қарсымысың? Бәсенім аман-есен қайтқан соң әлі-ақ қайтып келеміз бұл жаққа. Оған дейін бір жерде болайық та" деп назын айтыпты. Сөйтіп жіппен байлап жетектеп әкетіпті. Бірақ бірер айдан кейін қара қаншық үйренген жеріне қайта қашып келген екен. Иемденгісі келген үйлердің бірде-біріне жоламай, алма ағашының түбіндегі ескі үңгірге барып паналапты. Өзі алма жеуді үйреніпті. Жазда күшіктейді де, күшіктері бауырын көтерген кезде ауылдың үлкендері жиналып келіп, қара қаншықты бір шетке жасқап тастап, алдына ас құяды да өздері бір-бір күшіктен үлесіп алып кетеді. Сөйтіп, айналасы 2-3 жылдың ішінде ауылдағы иттердің тең жарымы қара қаншықтың тұқымы боп кетті. Ит жайын жақсы білетін Байдалы шал айтыпты деген бір сөз бар. Осы қара қаншықтың көп күшіктерінің ішінен біреуі ғана тұқымына тартып құмай болып тууы тиіс. Ол күшік дұрыс қолға тап келсе, жортқан аңды құр жібермейтін нағыз жел құйынның өзі болмақ. Бір алып алма ағашының түбінен әрі-бері өткен сайын: "Көкінай, Көкінай, кәh-кәh" деп қара қаншықтың шын атын атап шақырамыз. Кейде ол үңгірден шығып тұмсығын көтеріп, біз жақтан жеткен әуені иіскеп көріп, құйрығын бұлғаңдатады, ал кейде үңгірден тұмсығын бір қылт еткізеді де қайтып көрінбей қояды. Бірде қара қаншық 3 күн қатарынан мүлде көрінген жоқ, із-түзсіз жоғалды. Біз балалар көкінайлап алма ағашының түбінен қаншама шуылдасып шақырғанымызбен үңгір жақтан еш дыбыс болмады. Ақыры біреулеріміз мүмкін өліп қалған шығар, екіншілеріміз мүмкін сағынған соң Жайдардың артынан іздеп кеткен шығар десіп жорамалдар жасадық. Бірақ үңгірге жақындап үңіліп қарауға ешқайсымыз батпадық. Ертеңіне таңертең алып алма ағаштың түбінен бөктерге қарай өтіп бара жатқанымызда қара қаншық көзімізге оттай басылып ұшырай кетті. Алма жеп жүр екен. Іші салбырап, біртүрлі аянышты бүрсектейді. "Әй, әне қараңдар қара қаншықты. Ой, байғұс-ай, тірі екен-ау. Көкінай, кәh-кәh." Бұл жолы дағдысынша әуен иіскеп, құйрығын бұлғаңдатқан жоқ. Тістерін ақситып, сақ-сақ еткізіп ырылдап қойды. Ашулы тәрізді.
Байғұс ауру болу керек бүрсектеуін. Жоқ, көрмейсің бе қарнын, емшектердің салақтауын, дәуде болса күшік деген сияқты. Расай күшік деген. Ура, қарағаншы күшіктепті. Биылғы күшігінің біреуін біз аламыз. Онан соң бәріміз жерге шөке түсіп отыра қап, демімізді ішке тартып тың-тыңдай бастадық. Үңгір жақтан жас күшіктердің әлсіз ғана шек-шек қыңсылағандары естілді. Сол арада дереу үйден қалтамызға салып шыққан азнаулақ нандарымызды жинап қарағаншыққа тастадық. Байғұс әбден ашыққан екен. Көзі қып-қызыл болып ыр деп нанды қомағайлана асайды. Бұл күн біз үшін мейрам болды. Төскейде алма теріп жүріп айтатын екі әңгімеміздің бірі қарағаншық төңірегінде. Соның соғыстан бұрын ел аузына тараған алғырлық даңқы жайлы. Әрқайсымыздың үйіміздегі оның күшіктері туралы, олардың анасына тартқан кейбір ерен қылықтар туралы айтып таусалмаймыз. Бірімізден біріміз асып түскіміз келеді. Байдалы шал айтқан Құмай күшігі меніңше осы жолы туған болуы керек, деді Сыпатай деген бала білгішсініп. Өйткені 3 күн бойы көрінбей жатып күшіктеуі тегін емес. Ендеше мен өзім осы жолғы күшіктердің ішінен таңдап аламын. Мен де осы жолғы күшігін аламын. Онда естеріңде болсын, Құмайы болатын күшік өте нәзік, әлсіз болып туатын көрінеді. Өй, сен де соғады екенсің. Мен соғып тұрғам жоқ, сол Байдалы шалдың айтқаны. Өйткені күшік нәзік, әлсіз болса, кейін жел құйын болуы оп-оңай. Өстіп, дуылдасып жүріп, кештің қалай түскенін де аңғармаппыз. Дорба қоржындарымызды арқалап ауылға қайттық. Дәл алма ағашқа таянғанымызда алдымыздан шаң-шұң айқай, қыз баланың жылағаны естілді. Жүгіре басып, бәріміз жотаға көтерілдік. Алма ағаштың түбінде қолында көк шыбығы бар Сыпатайдың апасы Бүбітай Тоштан деген жетім қызды шырылдатып қуып жүр екен. Тоштан біздерден бірер жас үлкен жетім қыз, шешесі жағынан ағайындас болған соң Бүбітай оның қолына кіргізіп алған еді. Ертеден кешке дейін үй шаруасын істететін. Міне, сол Тоштан қолында күрегі бар зар еңіреп қашып жылап жүр. Апатай, апатай, басқа не айтсаңыз да істейін, бірақ мұныңызды істей алмаймын. Апатай, обал ғой, апатай, деп жылайды. Мен саған көм деймін, жаманқар, сүтті ішкізген, нанды жегізген сенсің, енді көм кәне. Мынау тілімді аламай жоқ па? Деп көк шыбықпен қызды тартып қалды. Көнбеймін, апатай, көнбеймін, өлтірсеңіз де көнбеймін, деп Тоштан қолындағы күректі лақтырып тастады да жаңағы біз келген бөктерге қарай шырқырап қаша жөнелді. Ұстаңдар ананы, ұстаңдар, деп Бүбітай соңынан ұмтылды. Біз тегіс дорбаларымызды тастай сала Тоштанның артынан қуған болдық. Бірақ сирағы ұзын қыз жеткізсін бе, лезде қалың бүргестің арасына кіріп адастырып кетті. Оны жер жебіріне жетіп біраз қарғап сілеген Бүбітай алып алма ағаштың түбіне қайта оралып, әлгінде Тоштан лақтырып кеткен күректі алды. Аңтарылып тұрған біздерге бүгін түсте қарағаншықтың есік ашық қалған ауыз үйлеріне кіріп, бір қазан сүтті ішіп, бір табан нанды жеп кеткенін айтты. Және бүйте берсе, кейін күшіктердің бәрі ұры боп өсіп, ауылға ұры иттер қаптап кетеді деді. Ондай болса, мен ол қарағаншықтың өзін де өлтіремін, деп қоқиланды Сыпатай. Біз үңгірге жақын келіп үңіліп қарағанбыз. 5-6 жас күшік бір-біріне ұйлығып, ұмар-жұмар боп шиқ-шиқ қыңсылайды. Қарағаншық бұл маңайдан көрінбейді. Әдіре қалғыр, иесі жоқ қаншықтың күшіктей бергені қай бір жақсылық дейсің, деп Бүбітай үңгір аузын күрекпен опырып ішіне қарай құлата бастады. Үстеріне ауыр кесектер құлаған жас күшіктер жылаған балалардай баж-баж шаңқылдасып қыңсылайды. Бүбітай қарулы әйел еді. Алмағаш түбінің лезде астаң-кестеңін шығарып үңгірді жермен-жексен қып бітеп тастады. Әуелі қатты қыңсылағандарымен күшіктердің үндері тез өшті. Біз балалар бір-бірімізге жаутаңдап қарағанымыз болмаса, осының бәрін үнсіз бақыладық та тұрдық. Онан соң Бүбітайға еріп шұбап ауылға қайттық. Ымырт үйіріліп қалған. Артымызға қайырылып қарай береміз. Әне, қарағаншық келеді, деп бір бала сыбырлай сөйлеп. Алма ағаштың түбінде жер иіскелеп қарағаншық жүр екен. Бір-екі рет әлдекімді шақырғандай үріп қойды да, содан соң қыңсылады, жер тырмалап ұлыды. Ертеңіне таңертең біз тұра салып, біз балалар алма ағаштың түбіне тартқанбыз. Әуелі алыстау тұрып, көкінай, деп шақырып көрдік. Бірақ қарағаншық еш дыбыс бермеді, көрінбеді де. Біз қорқақтай басып үңгірге таяп келдік. Кешегі Бүбітай көміп, тегістеп кеткен үңгір қайта қазылып, ішіндегі топырақ қобырап сыртқа шығып қапты. Жақын кеп үгілдік.
бірде-бір күшік көрінбеді. Сірә қарағаншық өлі де болса күшіктерін басқа жаққа қазып әкеткен сияқты. Төңірегін тегіс шарлап кешке дейін іздеп көрдік, бірақ қарағаншықты да оның өлі күшіктерін де таба алмадық. Қарағаншық сол күйі үшті күйлі жоғалды. Біз біраз уақытқа дейін сөз қылып жүрдік те кейін ұмыта бастадық. Алып алмағаштың алмасы өзімізге қалды. Үйден шыға саламыз да күні бойы соның түбінде боламыз. Асық ойнаймыз, онан қала берсе үңгірді кеңейтіп, түбіне сабан төсеп үйшік жасаймыз. Күзге қарай алып алмағаштың ақ алмасы сарғылданып, уылжып пісе бастады. Қанша жесең де тісіңді қарамайды. Дорбаға толтырып үйге әкелгенше езіліп кетеді. Ортасынан тіліп жіпке тізіп қақ жасаймыз. Ауылдың балалары тегіс жиналып күнде тасимыз алманы. Аз күннің ішінде алма тек биіктегі бұталардың ұшар басында ғана қалды. Соссаң қол жетпейді, сілкісең түспейді. Басқа алмалар сарғылданып піскенде әлгі биіктегі алмалардың бір бүйірлері шиқандай боп қызарып көздің жауын алады. Шіркін-ай деп аузымыздың суы құрып тұрып қызғанбыз. Бір күні Сыпатай сол ұшар биіктегі қызыл алмаларды аламын деп тоқтау айтқанымызға бой бермей алып алмағаштың төбесіне өрмелеп шықты. Қызыл алмаларға жетіп енді қолын соза бергенде аяғын тіреп тұрған бұтақ сынып кетіп төмен қарай құлап түсті. Балалар шу ете қалдық. Жүгіріп жанына барсақ көкпеңбек болып тыныстай алмай бүгжиіп қалыпты. Бір-екі бала аттандап ауылға қарай жүгірді. Ағыл-тегіл еңіреп бүбітай жетті. Баласын жерден көтеріп алған. Былқ-сылқ етіп ыңыранғаны болмаса тілге келмеді. Сыпатайдың өлімінен кейін шешелеріміз бізді алмаға жіберуді қойды. Бөктерге қарай аяғымызды қия басудан қалдық.